Birдің төртінші hesabına basayımız. Aytıvatır x2 plus y2 x y2 деген реакциямыз бар екен. Аңылдан еп қойсам реакция теңеседі. Енді біздерге тездік берілген 1,28, константа берілген 0,01, моліміз берілген екен n-ның молі, яғни x-дің молі дегенім 4 мол екен. Сөйтіп y-дің молі, x деп жіберейін, y-дің молі 2 мол екен. Енді біздер формуламыз бар еді, v тең kan bn деген. Енді формула қою үшін біздерге мынаванда мол емес, өлшем бірлігі мол литр болу керек, яғни мол литр болу керек. Сол литріміз біздерде жоқ екен, яғни x-ға тең екен. Енді мен ұсыны молді мол литрге айландырайын. Онда 4 мол бөлінген x литр болады. Мынаны сөйтіп алсам 2 мол бөлінген x литр болады. Сонда енді қойыламын. V тең біздерде 1,28, K тең 0,01. AN-іміз 4 бөлінген x көбейтілген 2 бөлінген x. Енді мен коэффициенттерін қойым керек. Y-дің алдында 2 бар екен. Соның үшін мынаны 2 еселеп, квадратқа көтеріп жіберемін. Онда мынаны не қылсам 1,28 болады. Тең 4 бөлінген x көбейтілген 2-ның квадраты 4-ке тең, x-дің квадраты x-дің квадраты. Онда 4-ке көбейтемін. 1,28 тең 16 бөлінген x куб болады. Онда 1,28x куб тең 16 болады. X куб тең 16-ны 1,28-ге бөлетін болсам, бұны 2-ге қысқартуға болады. 8 бөлінген 64 деп. 8 бөлінген 64 деп қысқартуға болады. Енді x куб деп тұрған үшін жаза қойын. X тең деймен 3-ші дәрежелі корен асты 8 бөлінген 64 десем болады. Енді бұны шығарамын. X тең 8 нешенің кубы 8-ге тең десем, онда бөлшектің төбесінде 2 болады. 2-ның кубы 8-ге тең. Нешенің кубы 64-ге десем 4 болады. Онда бұны және қысқартуға болады 1 бөлінген 2 деп. Сонда жауабымыз 0,5 литр болу керек екен. Онда А жауапты аламыз. Енді мен өшіріп тұрамын, 2-ның біріне қараймыз. Жазып аласыз бұны. Екінің бірі 2x2 плюс y2 тең 2x2 y дейді. Осы реакция теңдемесі бойынша химиялық реакция тездігі v тең 6,4 екен. Сөйтіп константамыз бар екен 200 екен. Одан кейін модуляс стереохиометрик ниспатта дейді. Бұл мұндай ниспат дегеніміз, яғни бір-бірінен тең қатынастар. Тең дегенде, яғни екеуінен ауыспайды деген. Яғни екеуінен ауыспайды, әммесі кірсет дегенде. Сонда x-ті тауың деп отыр, x-тің молін тауың деп отыр біздер. Онда мен деп ойлайын, x-тің молін наманға 2a деп берейін. Мол литрін 2a деп берсем, мынаң асты 2, мына бірде қанша десем, бұл a-ның өзі болады. Бұнда енді мен жазамын, v тең k көбейтілген x-тің n-і, y-тің n-і еді. Онда v тең біздерде 6,4, 200, бұл k-ның орнына көбейтілген. X-іміз 2a, 2a-ның нөсі болады, квадраты болады, көбейтілген a-ның өзі себеп, бұның алдында 1 бар, коэффициенті 1-ге тең. Енді мен бұны жазамын 6,4 тең 200 көбейтілген 2-ның квадраты 4, a-ның квадраты a квадрат көбейтілген a-ның өзі. Сонда 6,4 тең 800 көбейтілген a-ның кубы болады. 6,4 800-ге бөліп берсем, 0,008 болады екен. 0,008 болады екен, тең a-ның кубы. Онда a тең 0,2 болу керек. 0,2, 0,08, a тең 0,2 болады. Онда жауабымыз x модданың концентрациясы мол литрде хисапланып отыр. Біздер a-ның орнына 0,2 қойдық. Наманға 2a деген үшін бұны 2a деген үшін 2-ні 0,2 көбейтеміз. Тең 0,4 болады екен онда.
Cevabımız D bo'ladi. Keyingi hisob qo'ydik. 3'ning 4'i. X kvadrat plus y kvadrat teng x 2 y. Naqalni 2 qo'yib, naqalni 2 qo'ysam reaksiya teng bo'ladi. Al reaksiya tenglamasi bo'yicha o'zgarmas temperatura moddalarning konsentratsiyasi turlicha o'rnida 2 xil tajriba o'tkazildi deydi. Temidagi jadvaldan foydalanib, ikkinchi reaksiya tezligini aniqlang. Birinchi reaksiya tezligimiz V1 deb qo'yaylik. 1 ko'paytirilgan 10⁻³ degan ekan. X'imiz 0.5 mol bo'lgan, Y'imiz 0.4 bo'lgan. Endi bizlar ustidan o'zi bir zat cho'q o'tibdi, hozir K cho'q o'tibdi. So K ni topiladi. V teng K ko'paytirilgan X ning kvadrati ko'paytirilgan Y ning 1 bo'ladi hozir. Sebab naqalda Y bor, so'ng shuni Y ni naqalga qo'ydim. Endi V teng 1 ko'paytirilgan 10⁻³ bizlarda K teng yo'q, K ning o'zini qo'yaman. X ning kvadrati 0.5 ning kvadrati ko'paytirilgan 0.4. 0.4 ning birinchi darajasi. Tak 0.5 ning kvadrati 0.25, uni 0.4 ga ko'paytsam 0.1 bo'ladi ekan. Tak 10⁻³ ni 0.1 ga ko'paytsam 10⁻2 bo'ladi. Ya'ni 10⁻2 teng K bo'ladi. Unda K teng yozib qo'yaman 0.01 deb. Endi ikkinchisiga kelamiz. Endi ikkinchisida o'zgarmas temperatura konstantada o'zgarmay kerak. Sonda bizlarda endi X ning moli bor ekan 0.2, Y ning moli bor ekan 0.5, K bor ekan 0.01. Endi bizlar tezlikni olamiz bundan. Tezlik teng 0.2 ning kvadrati X ning kvadrati, ya'ni X ning oldida 2 koeffitsient bor edi, so'ng shuni 2 kvadratga ko'tardim. 0.5 ning birinchi darajasi ko'paytirilgan K teng bizlar nechaga teng? 0.01 ga teng. Bunda V teng tak 0.2 ning kvadrati ko'paytirilgan 0.5 ko'paytirilgan 0.01. Tak bunday sanayotgan 0.002. Men buni yozaman 2 ko'paytirilgan 10⁻4 deb. Sonda A javobni oladiganmiz. Endi 4 ning 1 ni qaraylik. X2 Y2 X2 Y4 naqalni 2 qo'ysam reaksiya teng bo'ladi ekan. Endi tap shunday hisob bilan tek ikkinchi tajribadagi Y2 gazning molini aniqlashimiz kerak ekan. Endi bizlar shunday birinchisidan ne topa olamiz? Konstantani topa olamiz. X teng 0.25, Y teng 0.4, tezligimiz 4 ko'paytirilgan 10⁻3. Unda 4 ko'paytirilgan 10⁻3 teng bo'lishi kerak. Konstantani bilmaymiz. Konstanta ko'paytirilgan 0.25 ning birinchi darajasi, ya'ni X ning oldida 1 turibdi, Y ning 0.4 ning ikkinchi darajasi. Teng desam, tak teng demayman. Tak bo'lib chiqaman. 0.4 ning kvadrati 0.16 bo'lishi kerak. Ko'paytirilgan 0.25 0.04 bo'lishi kerak, ama tak 0.04 hozir 4 ko'ringan 0.04 teng 0. K teng 0.1 bo'ladi ekan. Ya'ni K teng 0.1 ekan. Bu ikki reaksiya uchun ham, ya'ni ikkinchi reaksiya uchun ham K teng 0.1 bo'ladi unda. Buni yoqqa yozib qo'yaman. Ikkinchi reaksiya uchun K teng 0.01. 0.1 degan X teng 0.5. V teng bor ekan bizlarda 5 ko'paytirilgan 10⁻4. Onda 5 ko'paytirilgan 10⁻4 teng bo'ladi. X teng 0.5 ning birinchi darajasi oldinda 1 turib edi. Y ni bilmaymiz, so'ng shu Y ning kvadrati deb qo'yaman. Sebab oldinda 2 bor, mana so'ng shuni Y ning kvadrati dedim. Ko'paytirilgan K bizlarda 0.1 edi. Sonda tak 0.5 0.05 bo'ladi. Y ning kvadrati teng 0.01 bo'ladi. Unda Y'imiz teng 0.1 ning o'zi bor. Unda Y'imiz 0.1 ga teng ekan. Unda balani javob olamiz. Keyingi hisob qo'ydik. To'rtning 1 men 4 ning 4 tushib ketgan ekan. 5 ning 1 ni qarab ketamiz. 5 ning 1. Ya'ni 4 ning 4, so 4 ning 1 ni o'xshaydi. 5 ning 1 A ham B zotlarning o'zaro reaksiyasi turli konsentratsiyalarda o'tkazildi. Boshlang'ich reaksiya tezligi o'lchandi deydi. Bundan ko'rasiz, reaksiyaning tezlik konstantasini aniqlang. Ya'ni bizlarda A ham B reaksiyaga kirishgan ekan, bir zot paydo bo'lgan. Bizlar bilmaymiz, bundan oldinda koeffitsiyentlar, ya'ni X va Y deb qo'ying. Сөйтіп, birinchi reaksiyaga qaraymiz endi. Ya'ni birinchi
ne deymiz? Tajribemiz. 0,5'tin x'i köpeytilgen 1'din y'gi teң bolgan eken. Köpeytilgen hazır. Bize konstanta kerek emas, sebep konstanta hammasında 1, soň üçin konstanta kerek emas. Teң 2 bolgan eken. Yaxşı, bu tura bersin. Budan istat anyklanmaymiz. Ekinçisi 0,5 x'i köpeytilgen 2'nin y'gi teң bolgan eken 8'ge. Endi şu yerden bir zat anıklasak bolat. Qaray. Bizge 0,5'tin x'i isatda özgermegen, ya. Yani x a'nın molu özgermegen. A'nın molu özgermegen, b'nin molu özgergen. Neşege özgergen? Ya mesela neşe ise artkan? 2 есе artkan ba? 2 есе artkanda tezligimiz neşe ese artkan? Aldığımda videoda isteyip menşiyorsun deysen. Neşe ese artkan? 4 есе artkan ba? 4 есе artkan. Onda y'imiz neşege teң bolady? Yani misal dep şart ko'rsatilamas sizga. 0,5 x hazır. 0,5 x'ti bölemiz 2 y'ga teң bolu gerek. Hazır. 0,5. Yani ikinci tecrübeni birinci tecrübege bölemiz 1 y'ga teң bolu gerek. İkinci tecrübenin nalan teң bolu gerek de yani. Sonda 0,5 x'imiz kıskarady bir-birine. 2 y'ga 1 y'ga bölsem 2 dereceler alınıp ketedi. Ne diyorum ben? Endi. Tak, ne desem bolady endi sizlerge? 2 y'tin özü alady da, sebebi 1'din milyonuncu derejesinde baribir 1'ge teң ba? Onda 2 y'ti soğan bölsem, baribir so 2 y'tin özü kalmaymy? Soň üçin 2 y dep жазып koydum. Menimçe düşüngen şartsa 8'de 2'ge bölsem bul 4 çıgat. Sonda y'imiz teң neşege teң bolady? 2'ge teң bolady. Onda y'imiz 2'ge teң eken. Menden tazdan жазып koydum. X a plus onda 2 b eken. Hazır. Y'imiz 2'ge teң eken topy. 3'ge qaraygan. 1 köpeytilgen x köpeytilgen 3'tün neçinci derecesi kvadratı. Teң neçege teң bolgan eken? 36'ga teң bolgan eken. Bize budan istat anyklanmaýmyz hazır. Yani 3'tün kvadratı 9, yani dep şaraýyn. 3'tün kvadratı 9. 9'du 36'ны 9'ga bölüp jibirsen 1'din x'i teң 4 bolady. Endi bunday zat bolmaýdy. Hazır 4'ge garaýmyz. Söme şu gerek. 2'nin x'i köpeytilgen 3'tün kvadratı teң 3'tün kvadratı teң 72 bolgan eken. Mine şu yerden anykla bolady. 1'din neçinci derecesi 4 bolmaýdy hiç kaçan. Soň üçin 4'ge garaýmyz. 2'nin x'i 3'tün kvadratı 9 bolady. 3'tün kvadratı 9 bolady. 72'ni 9'ga bölsem bu 8 çıgat. 2'nin x'i teң 8'ge. 2'nin neçinci derecesi 8'ge teң? 3'üncü derecesi 8'ge teң. Soň üçin şulay alamyz. X teң 3 bolady eken. Endi ne sorabadyr? Bugan göresiz reaksiýanyň tezlik konstantasyny anyklan diýdi. Reaksiýanyň tezlik konstantasyny anyklan. Tezlik konstantasyny anyklan diýdi. Bu yerde reaksiýanyň tezlik konstantasy baýlanşyly emes de, sebebi hammasi birdi temperaturada ötküzüldü. Yani temperatura konstant neydi? Turaklı da var. Yaxşı, bu dep görek onda 0,5'tin 3-nji derecesi köpeytilgen 1'din 2-nji derecesi teң 2'ge teң desem 0,5'tin 3-nji derecesini çektim. 0,5 0,1 2 bölüngen 0,1 16 olur mu? 16 olur. Bu yerde konstanta
қатынасы жоқ та, маляр. Мен ойлағам басында да солай деп. Так, yaxshi, azonтай. Y. Алдында бір бар деп ойлаймын екенбіз. Константалар қысқарып кетеді да наманда. Yaxshi, bu hisobni tashlab keta qo'ying. Так, keyingi hisobga qaraylik. Hozir keyingi videoda егер netse birinchi usul hisobni qo'yib chiqarib beramiz da. 8ning 4-i 2x plus 2y plus 2z. Yo'q, z'ning o'zi ekan. z'ning o'zi ekan teng 2l plus t ekan. O'sha reaksiya tenglamasi bo'yicha 4 xil tajriba o'tkazildi. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan. Bunga ko'ra to'g'ri reaksiya tezlik konstantasini aniqlang degan. Birinchi tajribaga qaraymiz. X'imiz 0,1 ekan. Tak, Y'imiz 0,2 ekan. Yo'tib Z'imiz 0,2 ekan. Tezligimiz y ko'paytirilgan 10 ning -4 ekan. Unda y ko'paytirilgan 10 ning -4 teng k ko'paytirilgan 0,1 kvadrati ko'paytirilgan 0,2 kvadrati ko'paytirilgan 0,2 bo'lishi kerak. Sonda ko'ramiz hozir yaxshi. Tak, 0,1 0,01 bo'ladi. Hozir 0,1 0,1 0,2 0,8 ya. K teng 0,25 ekan. So'ng chiqarsak K teng 0,25 bo'ladi ekan. Endi ikkinchisini qo'yib ko'ramiz. K teng 0,25 bo'lsa javob beramagan. X'imiz 0,2 onda 10 kvadrati ko'paytamiz. Y'imiz 0,1 onda 10 kvadrati. Sebab oldida 2 bor. Odan keyin 0,2 ning o'zi ko'paytirilgan 0,25 teng bunaqancha javob beramiz. 8 ko'paytirilgan 10 ning -4 chiqu kerak. Ko'paytik. 0,04 bo'ladimi? 0,04 ko'paytirilgan 0,01 ko'paytirilgan 0,2 ko'paytirilgan 0,25 teng desam ko'paytirilgan 0,2 ko'paytirilgan 0,25 2 ko'paytirilgan 10 ning -5 chiqadi ekan. 2 ko'paytirilgan 10 ning -5 chiqadi ekan. Unda biz o'ylaymiz, namanda bir zot qattiq ya bo'lmasa suyuq жағдайda deb o'ylab ko'rik, misol. Tak. Birinchi bilan ikkinchi reaksiyaning farqini qaraymiz. Birda tazdirladim. X'imiz 0,1 ga teng, Y'imiz 0,2 ga teng, Z'imiz 0,2 ga teng, tezligimiz R deb qo'yaylik. Y ko'paytirilgan 10 ning -4 ga teng. Tak, ikkinchi reaksiyada ne zot bo'lgan? X teng 0,2 ya'ni 2 есе artgan, Y'imiz 2 есе kamaygan, Z'imiz o'zgarmagan, biroq tezligimiz nechega artgan? 8 ko'paytirilgan 10 ning -4. 8 ko'paytirilgan 10 ning -4. Tak, sonda qarang. X'imiz 2 есе artgan, Y'imiz 2 есе kamaygan, Z o'zgarmagan, ya'ni Z turaqli, Z'ning ya'ni qatnash yo'q bo'lgan. Biroq tezligimiz necha есе artgan? 4 esega artgan. O qalay bo'lishi mumkin? Ya'ni men 2 есе artganni naqan qo'yayin? Ya'ni 2 ning kvadrati deb qo'yayin. Сөйтіп, buni artdi deb qo'yayin. Ya'ni 4 esega artadi, durust. Endi biroq 2 esega kemayu kerak bu jani. 2 esega kemayu kerak. Sonda bu 4 esega kemayadi. Deb neydi? Belgiler ұқсас bo'lmay qolsa bo'lamiz deydi. 4 4 ga bo'lsam 1 bo'ladi, ya'ni o'zgarmay kerak. Tezligimiz o'zgarmay kerak. Biroq sol tezligimiz o'zgargan ekan, onda o'ylaymiz, Y'imiz qattiq zot bo'lgan deb o'ylab ko'rik. Ya'ni Y'imiz qattiq zot bo'lgan, konsentratsiya ta'sir etmagan, konsentratsiyaning ortuvi ta'sir etmagan desek.
Сондай деп ойлаймыз да енді. 0-2, 0-1. Енді мынада 2 есе кемейген, 0-1 өзгермеген, 0-2 де өзгермеген, 2 есе кемейсе, тезлігіміз 4 есе кемейген. Дұрыс па? 8-ден 2 4 есе кемейген ғой. 2 есе кемейсе 2-ні квадраты 4 болады. Дұрыс сонда. 3 пен 4-тің несін қараған? 0-1-ден 0-2-ге 2 есе артқан, 0-1-ле өзгермеген. 0-2-ден 0-1-ге кемейсе, 0-2-ден 0-1-ге кемейсе, 2 есе кемейген. Тезлігіміз 2 есе артқан. Дұрыс болады, иә? Себебі 2-нің квадраты болады. 2-нің квадраты 4 болады. 4 есе артқан, 2 есе кемейген. 4-ті 2-ге бөлсем 2 есе артқан шығады, яғни үлкеннің белгісі қойылады, 2 есе артқан болады. Онда тезлігін сам 2 есе артқан. Онда Z-іміз не дейміз? Газ деп ойлап тұрамыз. Енді бізге не сұрап жатыр? Реакция тезлік константасын анықтаған дейді. Онда біздер Y-ті алмаймыз. Бұлай деп шығарайын. 4-тен шығара қойайын. Y-ті алмаймыз. 4-тінші реакцияға қарай X тең 0-2, Y-ті алмаймыз. Z тең 0-1. Тезлігіміз тең 4 көбейтілген 10-ның минус 4-і. Константа онда 4 көбейтілген 10-ның минус 4-і тең 0-2-нің квадраты, себебі алдында неше бар еді? 2 бар еді, міне. Одан кейін көбейтеміз 0-1-дің бірінші дәрежесі. Көбейтілген константа. 0-2-нің квадраты 0-0-4 болу керек. 0-0-4 көбейтеміз 0-1-ге. 4 көбейтілген 10-ның минус 3-і. 4 көбейтілген 10-ның минус 4-ін 4 көбейтілген 10-ның минус 3-не бөлсем тең болады, k болады. K тең сонда 0-1 болады екен. Оны жауабымыз дейміз С болады екен деп ойлаймыз. 9-дің бірі. 9-дің бірі де осыған ұқсау керек. Нені сұрап жатыр біздерге? Б-ны сұрап жатыр, А менен Б-ны сұрап жатыр деген. Мен өшіріп тұрамын аны. Тоғыздың бірі 2x2 көбейтілген y2 тең 2x2-нің y-і. Бірінші тәжірибеге қараймыз. X-іміз 1 мол екен, y-іміз 2 мол. Тезлігіміз 1 көбейтілген 10-ның минус 4-і болған. Сөйтіп, X-іміз 1 мол болып тұрып, y-іміз A-ға өзгергенде тезлігіміз 5 көбейтілген 10-ның минус 5-і болған. Ямаса, бұлай деп жазымызға болады. Бұны жаза аламын 0-5 көбейтілген, яғни өтірді бұлай жылыстырсам, анадан бір ап тастайтын ек. Онда бұны жаза аламын 0-5 көбейтілген 10-ның минус 4-і деп. Яғни ана минус 4 пен бірдей болып тұрсын деген. 1 көбейтілген 10-ның минус 4-і. Енді осыған қарап алайық бірінші. X-іміз өзгермеген, Y-іміз өзгерген, артқан, артпаған білмейміз. Бірақ тезлігіміз не қылған? Тезлігіміз 2 есе кемейген ба? Тезлігіміз 2 есе кемейген. Онда біздер ойлаймыз, А тең қазір 1-ге тең. Неге? Себебі мынаның концентрациясы 2 есе кемейсе, тезлігіміз 2 есе кемейді. Себебі алдында бұның неше бар? 1 бар болған үшін. Яғни концентрациямыз 2 есе кемейген, яғни 1 болып қалған. 2 бөлінген 2-міз 1-ге тең, сол 1 мынау. Яғни мынау. Сол 1, яғни 1-ге 1 болып қалса, егер концентрациямыз, сол кезде тезлігіміз 2 есе кемейіп, сол 2 есе кемейіп 1-ден 0,5-ге түсіп қалған деп ойлаймыз. Енді 2-ге қарайық. Мынау 2-ді айтпақшы. 3-ге қарайық. 1 болған X-іміз, Y-іміз 20 болған, тезлігіміз қаншаға артады дейді. Тезлігіміз қанша болады дейді. Енді қарайық. Мынаны салыстырумен шығарамыз. Мен 2-нің Y-лерін жазайын. 2-нің X-і 1-ге тең, Y-іміз жаңа намана 1 шықты, соның үшін 1 деп қоямын. Содан кейін тезлігіміз 0,5 көбейтілген 10-ның минус 4-е. 0,5 көбейтілген 10-ның минус 4. Енді қарай. X-іміз өзгермеген, онда бұл тезлікке тәсір етпейді. Y 1-ден 20-ға өзгерген. Неше есе артқан? 20 есе артқан. 20-ның нешінші дәрежесі болады? 20-ның бірінші дәрежесі болады. Себебі алдында 1 бар.
21 дәрежесі 20-ға тең. Сонда тездігіміз неше есе арту керек? Бұл 20 есеге арту керек. Онда 20-ны көбейтемін, 0,5 көбейтілген 10-ның минус 4-іне тең болады. Так, 1 10 бола ма? 10 көбейтілген 10-ның минус 4-і тең 10-ның минус 3-і деген жоқ болады. Так, сонда А тең 1, бұл емес, Д жоқ болады екен. А тең 1, Б дегеніміз 10-ның минус 3-іне тең деген. Онда 1 көбейтілген 10-ның минус 3-і десеген болады. Сонда Д жоқ болады екенбіз. Кейінге сап өтейік. 4-ке қараймыз. Енді басымның тездікке байланыстылығы деген тема бұл. А плюс Б плюс С тең С қатты екен, қараң. А 4, Б 2, С 3. Так, мынаны 4 дейміз, мынаны 2 дейміз, мынаны 3 қоямыз. Сонымен реакция тең болады. Бірақ 3 қатты болғаннан кейін, яғни С деген затымыз қатты болғаннан кейін, бұған басым тәсір етпейді. Онда сыз пысаймын. Басымыз 2 мәрте артса дейді. Басымыз 2 мәрте артса, мынау 2-ның 4-і болады. Яғни басым артса, тездігім артады. Онда 2-ның 4-ші дәрежесіне артады. Көбейтілген 2-ның нешінші дәрежесіне артады? 2-ші дәрежесіне артады. 4 коэффициенті, 2 коэффициенті. Онда тең 2-ның 6-ші дәрежесі. Так, 64 бола ма? 64 болу керек. Онда балабы жопталамыз. О, 64 болады. Так, 5-ке қараймыз. NH3 плюс кислород тең NO плюс су. 4 деймен, 6 деймен, наға 5 қоямын. Басым 2 мәрте асырылса дейді, туыры реакция тездігі неше мәрте артады дейді. Басым 2 мәрте асырылса, бұл 2-ның 4-іне артады, яғни көлем артады. Тездігіміз артады деген, 2-ның 4-і көбейтілген 2-ның 5-і тең 2-ның 9-і. 2-ның 9-і 512-ге тең еді адаспасам. Онда Д жауапты алады екенбіз. Кейінге сап өтейік. 10-ға қараймыз. Гомоген газдар арасында А2 плюс Б2 тең АБ деген реакция жүрді дейді. Так, ұсуда басым 5 мәрте арттырылған. Ұсу жабық ыдыстағы реакция тездігі неше мәрте өзгереді дейді. Онда 5-тің 1-і көбейтілген, мұның алдында 1 болған үшін 1 жаздым. Және 5-ті жазамын, себебі басым 5 мәрте арттырылған. Мұның алдында 1 бар, соның үшін 1 жазып қоямын. Тең 25 болады екен. Онда А жауапты аламыз. Яғни 25 мәрте артады. 11. С2H6 2 плюс 7 кислород. 4 СО2 плюс 6 су. Басым 2 мәрте асырылса, реакция тездігі неше мәрте артады дейді. Басым 2 мәрте асырылды. Онда 2 мәрте асырылған басым 2 деп қойған. Бұл коэффициент төбеге түсетіні. Коэффициент әрдайым дәрежеге түседі. Соны ұмытқамасаңыз бұл 2-ның және кислородымыз 7, соның үшін 2-ның 7-сі. Тең десем 2-ның 9-на тең. 2-ның 9-ы 512-ге тең болады. Онда Д жауапталған. Кейінгі есептеп өтейік. 27-ның 2-сі. Қалған есептер соған дейін соны дәрежеге қойып кете бересіз. Главное, қатты затларға қарасаңыз болды. X3-іміз қатты зат екен, плюс Y2. X3, Y4. Нағалына 2 қойсам, реакция тең болады. Температураны өзгертірместен басым 2 мәрте артса, реакция тездігі қандай өзгереді дейді. Қатты заттарға басым тәсір етпейді. Соның үшін сіз тістеймін. 2 есе басым арттырылған. Мұнаның коэффициенті 2-ге тең. Соның үшін 4 болады. Онда 4 есе артады болады. Себебі басым 2 мәрте артып атыр деген үшін. 28-ге қараймыз. Бұлан қатты зат деген углеродымыз қатты зат, яғни көмір чаққан болу керек. Суы болады екен. Так, сонда нағалына 2 қойсам, нағалына да 2 қоямын. Реакция бойынша көмірдің жүзесін 2 мәрте асырып, кислород орнында хауа істетілсе, реакция тездігі қандай өзгереді дейді. Так, көмірдің жүзесін 2 мәрте асырсақ, оның не дейді? Тәсірлесетұғын не дейміз? Жүзесі дейміз ғой. Майданы дейміз ба? 2 есе артады. Соның үшін реакция тездігі де артады деп аламыз. Соның үшін 2-ның квадраты дейме яғни. Енді оны көбейтеміз. Кислородтың орнына хауа істетіледі дейді. Кислородымыз қазір 100%-лік кислород еді. Бірақ оның орнына неше процентлік кислород алып келіп жатыр? 0,2 дегеніміз неше процент болады? 20% бола ма?
100% кислородтың орнына 20% кислород алып келіп жатыр. Неше есе азайып жатыр? Яғни бұның көлемі 5 есе азайып жатыр. 5 есе азайған үшін бұның алдында 1 тұрыпты. Онда 2-ның 4-іне артып жатыр. Бұл 4 есе артады. Бұл 5 есе кемейеді. Енді не қыламыз? Үлкеннің кішісіне бөлетінен, сөйтіп үлкеннің белгісін қояды. 5-ті 4-ке бөлсем 1,25 болады. 1,25 есе кемейеді бұл групп. Жоқ. Біздерге бөлшекте беріп қойған екен, онда 5-те 4-ке кемейеді деген жауапты аламыз. Онда кейінгі есепке өтейік. 3-тің 2-сі. Енді тезліктің температураға байланыстылығы, яғни Ван Кук низамы шығады. Реакция температурасы 10 градусқа пәс етілген, оның тезлігі 4 мәрте өзгереді дейді. Яғни біздерде гаммамыз 4 екен. Өзі формуладан дейді ғой, гамма Т2 минус Т1 бөлінген 10 еді. Сол Ван Кук низамының формуласы еді. Так, температура har 10 градусқа пәс етілгенде, оның тезлігі 4 мәрте өзгереді дейді. Онда гаммамыз 4-ке тең екен біздердің. Егер температура 132 градустан 92 градусқа шекем төмендетілсе дейді, яғни температура төмендесе, онда тезлігімізден төмендеу керек. Реакция тезлігі неше мәрте кемейеді дейді. Онда жазамыз V тең 4 көбейтілген. Негізі андай болу керек. Азыр мен бірінші жолы деп ойлайық. 132 минус 92 деп ала берейін. Бөлінген 10. 4 көбейтілген. 4-тің нешінші дәрежесі болады? 132-ден 92-ні алып тастасам, 4-тің 4-ші дәрежесі болады. Бұл 16, 64, 226 болады. Қарайық. Енді бұл арта ма кемейе ме деген сұрауға температура төмендеді ме, жоғарылады ма? Температура төмендеді. Соның үшін бұл тездігіміз төмендейді. Онда 226 есе кемейді деймін. Енді бұның екінші жолы бар. Мынандай. Жаңа айттық біздер Т2 минус Т1 деді. Біздерде Т1-іміз қазір нешеге тең? Т1-іміз 132-ке тең. 132-ке тең. Т2-іміз 92-ке тең. Енді мен су формула бойынша V тең, гамма 4-ке тең. Бөлшексіз аман. Т2-іміз біздерде 92 минус 132 бөлінген 10 деймін. Көбейтуді ойламай ақ қояйын. Тең десем, 4 көбейтілген 92-ден 132-ні асам, минус 40 шығады. Минус 40 бөлінген 10 болады. Онда бұны тең деймін және 4 көбейтілген 40-ды 10-ға бөлсем, минус 4 болады. Енді мен минус 4 жазаман, 1 бөлінген 4 көбейтілген 4-тің 4-ші дәрежесі. Онда 1 бөлінген 256 болады. Біздерде 1 бөлінген 256 дегеніміз, яғни бөлшек сан шықса, 1-ден кем сан емес па? Бұл 1-ді 256-ға бөлсем. Қазір 0,04-ке шамалас сан шығатын шығар адаспасам. Сол 0,04-іміз бола қойсын. Сол 0,04-іміз 1-ден аз ба, көк па? 1-ден аз. Соның үшін реакция тездігіміз төмендейді деп аламыз. Яғни 1-ден көп болса, қазір екіншісінде болатын шығар меніңше. 1-ден көп болса, онда қазір былай жазайын. Так. Шыққан санымыз 1-ден көп болса, яғни x-іміз 1-ден көп болса, бұл реакция тездігі артқан болады. 1-ден кем болса, онда реакция тездігіміз кемейген болады. Негізі формула бойынша сондай болады. Бірақ біздер жаңа температура төмендесе, реакция тездігі төмендейтін білген үшін 226 шықса да оны кемейді деп есеплап кете береміз. Сіздер бірінші жолмен істегеніңіз жақсы. 4-тің 1. Температура har 15 градусқа асырылғанда дейді, тездігіміз 2 мәрте асады дейді. Онда 2 мәрте асады, гаммамыз 2 екен. Егер температура 50-ден 80-ге көтерілсе дейді, температурамыз көтерілсе білетін ек, не қылады? Тездігіміз артады. Онда реакция тездігі неше мәрте артады дейді. Онда V тең жазамын, 2 көбейтілген 2 80 минус 50 бөлінген 10 демеймен де неше деймен? 15 деймен. Себебі har 15 градусқа көтерілген деді. Соның үшін 80-ден 50-дасам 30, оны 15-ке бөлсем 2 шығады. 2-ның 2-сі тең 4. Онда температура артса тездігіміз артады, онда 4 есе артады деймін. А жауапты алады екен. Кейінгі сап өтейік. 5-тің 2-сі. Так, реакцияда 18 градуста 80 секундта тамамлады дейді. 48 градуста 10 секундта тамамлады дейді. 58 градуста қанша болады дейді. 58 градуста x дейді. 18 градуста 80 секундта тамамлады екен. Енді бұл уақытымыз. Секунд. 48 градус. Қарайық, температура 30 градусқа асырылған.
30 градусқа асырылған. Онда тездігіміз арта ма? Тездігіміз артады. Тездігіміз артқаннан кейін уақытымыз қандай болады? Тездеу жүрсеңіз, тездеу азлау уақытта жетесіз, яғни. Онда уақытымыз төмендейді. 80 секундтан 10 секундқа төмендеген болса, неше есе төмендеген? 80-ді 10-ға бөлсем, 8 есе уақыт азайған. Уақыт азайған десем, 8 есе уақыт азайған болса, кеткен уақытымыз азайған болса, онда 8 есе тездік артқан болады. Мысалы, газге қойылатын шайнектің астын қаттылау жақсаңыз, қайнайтылған уақыты азаяды ғой. Тап сондай зат болады. Онда 8 есе тездік артқан. 8 есе тездік артқан болса, онда температурамыз 30 градусқа артты біздерде. Енді біздерде не дейміз? V тең 8 есе артқан. T2 минус T1 ямаса дельта T десем болады. Дельта T 30 екен. Себебі 48-ден 18 аптасысам 30 шығады. Дельта T 30 біздерде. Онда осыдан анықтасақ болады. 8 тең гамма. Дельта T біздерде 30 бөлінген 10. Тең десем 8 тең гамма 3-ші дәрежесі бола ма? Гамма онда нешеге тең? 2-ге тең болады екен. Гамма 2-ге тең болса, енді біздер білеміз. Біздерде 48 градустан 58 градусқа температура не қылып жатыр? Температура артты. Қате жазып жібердім. Температура артты деп қояйық. Температура артса, тездік арту керек па? Тездік арту керек. Тездік артса, уақытымыз төмендейді. Тездік неше есе артса, уақытымыз сонша есе төмендейді. Онда біздерде жазамын. V тең гамма 2-ге тең 58 минус 48 бөлінген 10 тең десем 2-нің бірінші дәрежесі. Яғни 2 есе артады. Тездігіміз 2 есе артса, уақытымыз 2 есе кемейеді. 2 есе кемейсе 48 градусқа 10 секунд уақыт кетіп еді. Яғни міне жазып қойыппыз. 10 секунд уақыт кетіп еді. Онда 10 секунд уақытымыз неше есе төмендейді? 2 есе төмендейді. Онда 5 секунд уақыт кететін болады. Онда бұл 58 градуста деп аламыз. Балабы жауапты аламыз. Енді мен бұны өшіремен жазып аласыз. 6-ның бірін жазамыз. Алтының бірі. Реакция минус 10 градуста дейді. 64 секундта тамам болады дейді. 10 градуста неше секунд алтын түгейді дейді. Яғни неше секундқа ұтамыз дейді. Сондай апайлар қылып айтсақ сондай болады. Енді қарайық. Тездігіміз. Біздерде қазір минус 10 градустан 10 градусқа температура артты ма? Температура артты. Соны білсек болды. Тездігіміз сонда артты. Тездігіміз артса, уақытымыз не қылады? Кемейді. Соны білдік. Енді V тең гамма біздерде 4-ге тең деп қойды. 4 дельта T нешеге тең? Минус 10 мен 10 градустың арасында неше градус бар? Яғни неше градусқа артқан? 20 градусқа артқан ба? Онда 20 градус бөлінген 10 десем тең 4-тің 2-ші дәрежесі. Бұл 16 болады. 16 есе тездігіміз не болады? Температура артқаннан кейін тездігіміз артады. Онда уақытымыз 16 есе төмендейді демен. 64 секунд уақыт кеткен болса, минус 10 градуста. 10 градустың өзінде неше секунд уақыт кетеді? 64 секундты 16 есеге азайтамын. Онда бұл 4 секунд уақыт болады. Енді неше секунд ұтамыз деп жатыр? 64 секундтан аптастаймын 4 секундты тең 60 секунд алдынырақ түгейді деп айтамыз. Онда кейінгі есеп қойдық. 11. Так, реакция мұхиты 50 градустан 30 градусқа дейін суытылғанда дейді, реакцияның тездігі 16 мәрте кемейеді. Реакцияның температура коэффициентін анықтаңыз. Реакция 50 градуста тұрған, сөйтіп 30 градусқа кемейтірілген, температура не қылған? Температура кемейген, онда тездігіміз кемейеді. 50 градустан 30 градусқа кемейтірілгенде 16 есе кемейген тездігіміз. Онда дельта T анықталған, 16 есе анықталған, 16 есе кемейген, гамма біздерде жоқ, сол гамманы тауымыз керек. 30-дан, бұлай деп алағайын.
Бағана бірінші ұсынылым естейміз деді, қосылған үшін үлкеннен кішісіне кете беремін. 50 минус 30 бөлінген 10 деймін. Онда 16 тең гамманың нешінші дәрежесі? Екінші дәрежесі. Онда гамма тең нешеге тең? 4-ке тең деп аламыз. Да жауапты алады екенбіз. 12. 20 градуста 9 минут давам етеді. Осы реакция үшін температура коэффициенті 3 болғанда 1 минут давам ету үшін оны қандай температураға өзгерту керек дейді. 20 градуста 9 минут дейді. X градус бар екен, ода 1 минутта тәуелсіз еткен реакциямыз. Енді қарай. 9 минуттан 1 минутқа азайды уақытымыз. Тездігіміз не қылған? Тездігіміз артқан дұрыс. Онда бұл 9 есе азайған уақытымыз. Т тең 9 есе азайса, В тең 9 есе артқан болады. В тең 9 есе артқан. Онда В тең гамма дельта Т бөлінген 10 еді. В тең біздерде 9 есе, гамма біздерде 3-ке тең, дельта Т білмейміз, бөлінген 10. Енді мен 9 жаза алмай 3-тің квадраты деп. Тең 3-тің өзі болады. Дельта Т бөлінген 10 болады. Онда 3 пен 3 тикарлары бірдей болса тастап кетеміз. 2 тең дельта Т бөлінген 10 болады. Енді 2-ні 10-ға көбейтсем 20 болады. Ол дельта Т-ға тең. Дельта Т тең 20. Яғни температуралардың не дейміз? Парқы 20-ға тең болу керек. Енді қарай. Біздер 0 һәм 40 деген жауап болғанда жақсылау болатын жауаптарда. Қазір 40 болып тұрған біліп тұрған шығарсыз өзінен, бірақ 0 һәм 40 дегенде не істейтін ек? Соған қарай. Біздерде тездігіміз артқан ба? Яғни тездігіміз артқан дегенді тауып алдық. Тездігіміз артқан болса температура не қылған болу керек? Температурада артқан болу керек. Температура артса 20 градусқа көтерілген ба, азайған ба? Яғни парқымыз 20 болу керек қой. Онда 20 градусқа көтерілген. Онда x неше болған? 40 градус болған деп ойлаймыз. Яғни 20-ға 20-ны қосып берсем, тең 40 градус келіп шығады екен. Онда да жауапты аламыз. 13-ке қарай. Температура коэффициенті 3 болған дейді, гаммамыз 3 екен. Реакция 40 градуста 180 секундта түгейді дейді. Осы реакция 60 градуста қаншада давам болады дейді. Так, уақытымыз қаншаға тең? Так, үзір. Онда V тең тауып алайын. Гаммамыз 3-ке тең. 60-тан 40-тап тастаймын, бөлемен 10-ға тең десем, 3-тің квадраты болады. 3-тің квадраты тең 9-ға тең. Онда реакциямыз артты ма, кемейді ма? Соны білейік. Температура артқан болса артқан. Онда 40 градустан 60 градусқа артқан екен, онда тездігім сам артқан. Тездік артса, тездік 9 есе артса, уақытым сам 9 есе кемейеді. Онда 180 секунд уақыт кеткен болса, бірінші реакцияға, онда 9 есе азаяды уақытымыз. Бұл 20 секундқа айланып қалады екен. Онда Б жауапты аламыз. Кейінгі есапқа қарайық. 28. 60 градуста реакция тездігі 18 маляр секунд болған, температура 40 градусқа дейін кемейдірілсе дейді. Тездік қанша болады дейді. Так, 60 градуста тездігіміз 18 екен. Так, 40 градусқа өзгертірілді дейді. Так, 40 градусқа өзгертірілді дейді. Так, гаммамыз 3-ке тең. 40 градусқа кемейтірілген деп отыр. Соның үшін 40 градустың өзін жаздым. Енді осыда тездік қанша болады дейді. Температура не қылған? Соны біле олайық бірінші. Температура кемейген, онда тездігім сам кемейді. Так, В тең қанша кемейетін тауып 3. 60-тан 40 тап тастаймын. Бөлемен 10-ға тең десем, 3-тің квадраты. 3-тің квадраты тең 9-ға тең. Онда 9 есе кемейген болады. Себебі В кемейген деп қойыппыз. 9 есе кемейген болса, 18-ді бөлемен 9-ға тең 2 болып қалады. Онда А жауапты аламыз. Бұны 2 болады екен деп ойлаймыз. 29-ға қарай. 60 градуста 64 секундта, 70 градуста 32 секундта давам ететін реакция қандай температурада 1 секунд давам етеді дейді. 60 градуста 64 секундта, 70 градуста 32 секунд давам еткен. Енді қарай. Температура артқан ба? Температура артқан. Онда тездігім сам артады. Уақытымыз не қылады? Уақытымыз кемейеді. 64 секундтан 32 секундқа кемейген екен. Неше есе кемейген? 2 есе уақытымыз кемейген. Т тең 2 есе кемейген. Онда В тең 2 есе артқан. 10 градус па? Ортадағы парқымыз, яғни дельтатымыз неше? Дельтатымыз 10 градус.
Onda осыдан гамманы біліп алатын болсақ, 2 енді тезігіміз 2 есе артқан, гаммамыз жоқ, бірақ дельта t-міз біздерде 10-ға тең. Сол 10-ды 10-ға бөліп жіберсем, дельта t тең қанша болады? Гаммамыз неше болады? Гамманың бірінші дәрежесі тең 2 болады. Гамманың бірінші дәрежесі 2-ге тең болса, гаммамыз 2-ге тең деп аламыз. Гаммамыз 2-ге тең болса, әр 10 градуста тезігіміз 2 есе артып бара береді екен. Енді қандай градуста реакциямыз 1 секунд давам етеді дейді. Енді мен неқылып жазайын. Біздерде 70 градуста 32 секунд давам ететін реакциямыз. Соны 1 секундқа айландырып қойымыз керек екен. X градуста бұл енді. Сонда уақытымыз неше есе кемейген? 32 есе кемейген уақытымыз. Онда тезігіміз неше есе артады? 32 есе артады. Тезігіміз 32 есе арту үшін 32 тең, гаммамыз 2 тең, дельта t бөлінген 10 керек. Бұл 2-ның 5-ші дәрежесі 2 дельта t бөлінген 10. Онда тикарларын тастап кетемін. 5 тең дельта t бөлінген 10 болады. Неқылып түсірейін. Онда дельта t тең 5-ті 10-ға көйтсем 50 болады. Температура парқымыз 50-ге тең болу керек екен. Енді қарайық. Бағана айтқандай. Тезігіміз артқан болса, температурамыз неғқан болу керек? Температурамыз артқан болу керек. Онда 50 градусқа парқ қылатығын болса, осы 70 пен 50 градусқа парқ қылатығын не дейміз? Қарайық. Қазір таулы жақ температурамыз 70 пенен 50-ге парқ қылу керек. Онда енді мен 70-ге қосамын ба 50-ді, я алып тастаймын ба? Қосамын, себебі бағана айтқан температурамыз арту керек деді. Оны 120 градус болады екен. 120 градус болады екен. Онда балап жоқтағамыз. Енді мен 28-ді өшіремін, орнына 30 жазып беремін. 30. Температура коэффициенті 2-ге тең болған реакция дейді. 80 градустан 50 градусқа суытылса дейді. 50 градусқа суытылса дейді. Температура неғқан? Төмендеген. Онда тезігіміз төмендейді. Коэффициентіміз 2-ге тең, гамма 2-ге тең. В тең, гамма 2, дельта t-міз нешеге тең? 80-ні 50-ді тастасам, 80 минус 50, яғни 30-ға тең. Бөлінген 10. Тең десем 2-ның 3-ші дәрежесі болады. 2-ның 3-ші дәрежесі 8-ге тең. 8 есе азайма, себебі температурамыз азайып жатыр. Енді не дейді? Реакция тезігі қандай өзгереді? 8 мәрте кемейеді. Онда да жауап тағат келеміз. Кейінгі сап өтейік. 37. Реакция 20 градуста 4,5 минутта түгейді. 30 секундта жұмақлау үшін температураны неше градусқа көтеру керек дейді. 20 градуста 4,5 минутта тамам болады. 30 секунд қылуымыз керек екен осыны. Сөйтіп x градус бар екен. Бағана бұндай сапарды шығардық, қайттан бір көрейік. 4,5 минутымызды енді секундқа айландырайын. Оны 60-ға көбейтемін. Тең десем 270 секунд болады. 270 секундты 30 секундқа бөліп жіберсем, уақытымыз нешеге кемейген табыламыз. 9 есе кемейген. Бұл t. T 9 есе кемейсе, v 9 есе артқан болу керек. V 9 есе арту үшін гамма біздерде бар, 3-ге тең. Соны табылайды. 9 есе арту үшін гамма 3. X минус 20 дей қойын. X минус 20 бөлінген 10 дейін. 9, 3-тің квадраты 3, x минус 20 бөлінген 10 десем, тикарлары бірдей болған үшін тастап кетемін. 2 тең x минус 20 бөлінген 10. Онда 20 тең x минус 20. X тең қанша екен? 40 екен. Онда 40 градус болған екен реакциямыз деп ойлаймыз. Неше градусқа көтеру керек деп жатыр. Онда 40 градустан 20 градусқа алып тастаймын. Яғни 20 градус мынау. Алып тастасам, ол 20 градус болады екен. Онда 20 градусқа көтеруім керек деген. Балап жоқ таламыз. 38-ге қарай. Так, бірінші реакциямыз гамма 2-ге тең екен. Екінші реакциямыз гамма 4-ге тең екен. Біздерде бар екен 50 градус екен. 50 градус бар екен. 20 градусқа дейін әкелу керек екен. Онда 30 градус дейін, 20 градус дейін. Ортада 40 қап қойды, жазып өйін сон. 50 градус дейін, сөйтіп 40 градус дейін, 30 градус деймін, сөйтіп 20 градус деймін. Бірінші реакцияның гаммасын бірінші жаздым, екінші реакцияның
гаммасын екінші жаздым. 50 градуста дейді, тездіктеріміз 2-ге 1 қатынаста дейді. Енді мен қандай да бір сан алайын. Яқшы, мәлі сол 2-нің өзін қойдым. Мынаған 2 деймін, мынаған 1 деймін. Өзін қойдым. Бірінші реакция деген үшін 2-ні бірінші қойдым. Оны білетін шығарсыз. Енді температура қазір не қылып жатыр? 40-дан 50-ден 40-қа өту үшін 10 градусқа кемейіп жатыр. Температура кемейсе не қыламыз? Температура кемейсе тездігім сан кемейеді. Неше есе кемейеді? Гамманың сан мәнісіне кемейеді. Яғни 2 есе кемейеді екен онда. 2-ні 2-ге бөліп жіберсем, 2 бөлінген 2 тең 1. Онда 40 градустағы реакциямыз 1-ге тең деп аламыз. 30 градуста осы 1-ді және бөлем. 1-ді 2-ге бөлсем, бұл 0,5 болады. Онда 30 градустағы реакция тездігіміз 0,5-ге тең. 20 градуста қанша болады десем, осы 0,5 және 2-ге бөлемін. Сонда 0,5 және 2-ге бөлсем, тең 0,25 болады екен. Онда 20 градустағы реакциямыз 0,25-ге тең. Соны біліп алдық. 4 пен сөйтіп әкелейін. 1-ді 4-ге бөлемін. Бұл 0,25. 40 градустағы реакциямыз 0,25-ге тең. Және 0,25 4-ге бөлемін. 0,125 болады шығар. 30 градустағы реакциямыз 0,125. Және бөлемін. 0,125 4-ге бөлсем, бұл тең болады 0,015 Онда 20 градустағы реакциямыз 0,015 болады екен. Қандай ниспатта болады дейді? Бірінші реакцияның тездігін бірінші жазайын. 0,25-ті бірінші жазамын. Соны бөлемін ниспат деген үшін 0,015 тең десем, он 16 болады. Онда 16 асты 1. Онда 16-ға 1 болады. Да жауапты аламыз. Ең есап өтейін. Так. Біздерде бірінші реакция тездігіміз V1-іміз 2-ге тең екен, 0,2-ге тең екен. Гаммамыз 2-ге тең екен. Температура 10-нан 40-қа асырылған екен. Температура біріміз, яғни 10 градуста тұрған бірінші, кейін екіншіде 50 градус болып кеткен екен. Онда 50 температурамыз артқан деп аламыз. Температура артса, тездігіміз артады. Онда тездігіміз неше есе артатын табылайын. 2 көбейтілген дәреже деген 50-ден 10-ды алып тастаймын, бөлемін 10-ға тең десем, 2-нің 4-ші дәрежесі. 2-нің 4-ші дәрежесі 16-ға тең. 16 есе артады, себебі температурамыз артады. Біздерде тездігіміз 0,2 еді. Екінші тездік тауың деп жатыр. Температура артқаннан кейінгі екінші тездік тауың дейді. Онда 0,2-ні 16-ға көбейтіп жібереміз. Себебі 16 есе артатын тездігіміз. 3,2 болады екен. Онда R2 дегенге 3,2-ні жазып қоямын. Сіздер қалған кестені сөйтіп толтырып жібересіз. Ең есап өтейік. 1/4. 100 градуста тездіктері тең болған екі реакцияның 90 градуста тездіктері қандай ниспатта болады дейді. 100 градуста тең екен реакцияларымыз. 90 градуста қанша дейміз. Бірінші гаммамыз, намаңыз жаза қойын, 2, екінші гаммамыз 4-ге тең екен. Енді тең деген үшін мынаған 1 қояйын, мынаған 1 қояйын. Бұл тездіктеріміз. Температура 10 градусқа төмендеп жатқаннан кейін тездігім сан төмендейді. Нешеге төмендейді? Гамманың сан мәнісіне төмендейді. Гаммамыз 2-ге тең болса, онда 1 бөлінген 2 болады. Екінші реакциямыз 1 бөлінген 4 болады. R1 мен R2-нің қатынасы, яғни бірінші реакцияның тездігі мен екінші реакцияның қатынасы қаншаға тең болады дейді. 1 бөлінген 2, бөлінген деп қоямын, 1 бөлінген 4. Тең десем, 1 бөлінген 2 бөлінген 1 бөлінген 4 деп жазсам болады бұны. Енді мына ортадағы бөлікті көбейтуге айландыру үшін мен ананың орнын алмастырып жазамын. 4 бөлінген 1 деймін. Тең десем, 2 мен 4 қысқаратын 2 болады, тең 2 болады екен. Онда жазамын енді 2 деймін. Бұл кім көп екен сонда? R1-іміз көп екен. Себебі R1 бірінші жаздық қой. 2-ге 1 қатынас болу керек. А жауапталады. Б жауапталады екен онда. 2-нің 1-іне қарай. 283 кельвин деген. 283 кельвиніміз бұл 10 градусқа тең болады. 283-ні 273 аптасымен 10 градусқа тең болады екен. Тездіктері тең болған екі реакция 30 градуста тездіктері 4-ге 9 қатынаста дейді. Екінші реакцияның температура коэффициентін анықтаңыз. 10 градусымыз бар, 20 градусымыз бар. Одан кейін 30 градуста осы тездіктеріміз 4-ге 9 болып қалған екен. 10 градуста 1-ге 1 болған. Так, гамма 1-іміз 2-ге тең екен. Гамма 2-іміз қаншаға тең дейді.
Так, 10 градусқа температура артса, гамманың тезігінше көбейеді. Онда 1-ді 2-ге көбейтсем, 1 көбейтілген 2 тең 2. 20 градусқа тезігіміз 2-ге тең. 20-дан 30-ға өсіп жатыр, температурамыз артып жатыр. Онда тезігіміз артады. Онда 2 көбейтілген 2-міз 4. Онда дұрыс екен, 4-те тұрыпты қазір. Енді екінші неге қарайын? Реакцияға қарайын. Гаммамызды білмейміз. X қандайдыр? 10 градустан 30 градусқа температурамыз артқан екен. Яғни 20 градусқа температурамыз артқанда тезігіміз неше есе артқан? 9-ды 1-ге бөліп жіберсем, тезігіміз 9 есе артқан екен. Онда 9 тең X 30-дан 10-дап тастаймын. 30 минус 10 бөлінген 10 тең 9 тең X-тің 22 болады. X-тің квадраты тең 9. Онда X тең 3 болады екен. Онда X тең 3 болса, гаммамыз 3 болады екен деп ойлаймыз. Балап жауапты аламыз. Кейінге сап қойдық. Так, жадвал толтырайын дейді. X2 газ екен, 3Y2 газ. X2 Y6 деген реакция екен. Тезігіміз V1-іміз 0,8. Елі исат өзгерген жоқ, соның үшін 0,8 бұл бастаңғыш тезік деп аламыз. Гаммамыз 2-ге тең екен. Дельта T-міз 20 градусқа кемейген дейді. Дельта T-міз 20 градусқа кемейген. Онда реакция тезігіміз не болады қазір? Төмендейді. Басым болса дейді, басымымыз 2 есе артқан дейді. Енді алдыңғы видеода істедік басымға байланысты. Осы видеода істедік, басымға байланысты істедік жаңа. Басым артса, тезігіміз артады. Онда мен қайттан жазаймын реакция. X2 3Y2 X2 Y6 деген. Басым 2 есе артса, мынаның алдында 1 бар, соның үшін 2 есе артады бұдан. Мынауым артады. 2-ның кубы тең неше есе артады бұл ма? 2-ның 4-ші дәрежесіне артады. Ал енді мына гамма бойынша қаншаға кемейеді дейік. Себебі температурада кемейіп жатыр ғой. Гамма 2-ге тең, V тең деймін. Гамма 2-ге тең. Дельта T-міз біздерде 20. Оны 10-ға бөліп жіберсем тең 2-ның 2-ші дәрежесі температура кемейген үшін тезігім кемейеді. Енді басым бойынша тезігіміз 2-ның 4-ші есе арту керек. Температура бойынша тезігіміз 2-ның 2-ші дәрежесіне кемеу керек. Алдыңғыдай қыламыз, яғни біздерде белгілері ұқсас емес, соның үшін үлкеннің кішісіне бөлеміз, сөйтіп үлкеннің белгісін жазып қоямыз. Үлкен кішісіне бөлсем 2-ның квадраты, үлкеннің белгісі артады. Онда 4 есе артады екен. Тезігіміз 4 есе артатын екенін білдік. Енді біздерге сол екінші тезік қандай болады дейді. 0,8 тезігіміз 4 есе артатын болса, бұл 3,2-ге тең болады екен. Онда 3,2 деп жазып қоямын ауына. Қалған өздеріңіз толтырып қоясыз. Так. 3L-ден 2D пайда болады екен. Минус 10 градуста реакция тезігіміз дейді. Минус 10 градуста 1 маляр секундқа тең тезігіміз. Система басымы 2 мәрте кемейтірілді дейді. Система басымы 2 мәрте кемейтірілсе, 2-ның кубына былай деп ойлайын да. Басым 2 мәрте кемейтірілді. Онда тезігіміз не қылады? Тезігіміз кемейді. 2 мәрте кемейтірілсе, 2-ның кубына кемейтіріледі. 2-ның кубы тең 8 есе. Басымыз 8 есе кемейген болса, тезігіміз 8 есе кемейеді қазір. Сөйтіп, егер реакцияның ақырғы тезігі 4 маляр секунд болып қалған болса, температура қаншаға көтерілген. Температурамыз қаншағаdır көтерілген екен, соның есебінен тезігіміз қанша болып қалған? X градуста 4 маляр секунд болып қалған. Ал енді қарайық. Басым бойынша біздерде тезігіміз кемеу керек. Қанша болып қалу керек? Сонда болады. 1 маляр секундтан 8 есе кемеу керек. 8 есе кемейсе бұл 1 бөлінген 8-міз 0,125 ба. Так, 1 бөлінген 8-міз 0,125 екен. 0,125 болып қалу керек еді. Кейінгі тезігіміз 0,125 болып қалу керек еді. Бірақ біздерде температураның көтерілген есебінен тезігіміз артқан екен. Қаншаға артқан? 4-ке тең болып қалған. Онда 0,125-тен бұл V басымға байланысты деп қояйын. Сөйтіп V T-ға байланысымыз 4 болып қалған екен. Онда 4-ті 0,125-ке бөлсем, қазір неше есе тезігіміз артқаны кеп шығады.
4-ті 8-ге көбейтемін ба? 4-ті 8-ге көбейтсем 32 болады екен. 32 болып қалады екен. Яғни тездігіміз 32 есе артқан. Тездігіміз 32 есе артқан. Тездігіміз 32 есе артқан болса, енді жаза аламын. 32 тең, гамма біздерде 2-ге тең, өзі беріп қойыпты. Минус 10 градустан x минус 10 бөлінген 10 соған тең бұл, 32 тең бұл. 32 тең 2-ның 5-ші дәрежесі. Онда 2 x минус 10 бөлінген 10 тұра береді. Так, тикарлары бірдей болған үшін тастап кетемін. 5 тең x минус 10 бөлінген 10 десем, 50 тең x минус 10 болады. X тең қанша болады? 60 болады. Енді қарай. Тездігіміз артты ма біздерде? Температура не болу керек? Арту керек. X нешеге? Онда x тең біздерде неше градус болу керек екен? 60 градус болу керек екен. Температура қаншаға көтерілген дейді. Мен анам минус 10 деп жазым керек екен. Так, қарайық біздерге. Мен минус 10 деп жазым керек екен. Ұмытып кетпен. Үлкен ұзыр енді. Так, минус 10-нан 60 градусқа көтерілу керек. Негіз 60 градус болып қалу керек еді ғой. Қайтып түсіндірсем екен. Қарайық, мына өшіріп жіберейік. Мен минус 10 десем, анам плюс 10 болып кетеді. Қарайық. Формула бойынша мынандай v тең гамма t2 минус еді наман. T1 бөлінген 10 еді. Мен жазайын. V тең біздерде 32 есе артқан. Гамма 2-ге тең. T2-міз x. T1-міз қанша? Минус 10 еді. Бөлінген 10. Тең десем 32 тең 2. Мына минус пен мына минус қосылып кетеді. X плюс 10 бөлінген 10 болады. 32-міз 2-ның 5-ші дәрежесі. Онда 2 x плюс 10 бөлінген 10. Тикарлары бірдей болған үшін тастап кетемін. Так, 5 тең x плюс 10 бөлінген 10. Онда 50 тең x плюс 10. X тең қанша болады сонда? 40 бола ма? 40 болады екен. Онда жауабымыз қанша болу керек? X тең 40 болу керек екен. 40 деп өзгертіп жібереміз. X тең 40. Онда С жауапты қалады. 4-тің бірін жазайын. 273 кельвинде тұрған реакциямыз дейді. Тездігі 1 маляр секунд. 273 кельвин деген қанша болады? Градусы 0 градус болады екен. 0 градуста тездігіміз 1 маляр секундқа тең екен. Яғни V тең 1 маляр секунд. Сөйтіп тездігіміз 2A плюс реакциямыз 2С. Реакция тездігі система басымы 2 мәрте арттырылды. Басым артса тездігіміз артады. Онда 2 есе артса 2-ның квадраты көбейтілген 2-ның 1-не артады. 2-ның кубіне артады екен. Бұл 8 болады. Тездігіміз 8 есе арту керек. Температура кемейтірілген есабынан тездігіміз кемейтірілді. Егер реакцияның ақырғы тездігі 2 маляр секунд болып қалған болса дейді, температурамыз қанша болған дейді. Так. Тездігіміз негіз қанша болу керек екенін тауып алайын, басым бойынша. 1 деген реакция тездігіміз 8 есе артса 8 болып қалу керек. Реакция тездігіміз 8 болып қалу керек. Бірақ біздерде 2 болып қалған. Сонда қаншаға кемеген десем, 8-ді 2-ге бөліп жіберемін. 4 есе кемеген болады реакциямыз. Тездігіміз 4 есе кемеген кімнің есабынан? Температураның есабынан. Онда температурада кемеу керек екенін білеміз. Неше градустан? 0 градустан қандай да бір x градусқа кемейтірілгенде, сөйтіп тездігіміз 4 есеге кемейіп қалған. Соны жазайын енді. Ортаға. Ал енді қарайық. 4 есе кемейген тездігіміз гамма 2-ге тең. Гамма 2-ге тең ол. Қандай да бір x минус 0 градус бөлінген 10 дейміз. Дельта Т деймін ба я? Дельта Т дей қояйын, я? Сол кезде түсінуге асат болады. Дельта Т бөлінген 10 деймін. 4-ті 2-ның квадраты деп жазу болады. 2 дельта Т бөлінген 10. Онда 2 тең дельта Т бөлінген 10. Сөйі текарлар бірдей тастап кетті. 20 тең дельта Т. Қарай, мына градус пенен, мына градустың парқы 20-ға тең болу керек. Енді қарай, температура кемеу керек педі, көтерілу керек педі? Температура кемеу керек. 0 градустан 20 градусқа не болу керек сонда? Кемеу керек. 0-ден 20-ны аптасысам, қанша болады? Минус 20 градус болады екен. Мұнда жауабымыз А болады екен.
minus solamiz esa sal qiyinroq bo'lsa сөйтіп істесеңіз болады. Delta t degенді qo'yib keyingi hisobga o'tdik. 1дің 4-і. 1дің 4-і. Так, 20 градуста амада паршам концентрация 3 мәрте кемею үшін дейді. Бұны есап шығардық. Алдыңғы видеода бар еді. Так, 2-ның 1-ді осындай есап. Бұны көріп отырған қайттан. Так, 3-дің 3-і де сондай. 4-дің 4-іне қарай қояйық. N2 плюс H2. NH3. Егер өздеріңіз сынап көргіңіз келетін болса, сынап көрсеңіз болады. Видеоның уақыты созылып кетеді, себебі. Так, онда осы реакцияның 295 кельвиндегі тездігі 2 моль литр секунд дейді. 295 кельвиндегі неше градус болады? 22 градус болады. 22 градуста 2 моль литр секунд дейді. В тең 2 деп қоямын. Так, водородтың концентрациясы 4 мәрте арттырылды дейді. Концентрация артса, S артса, тездік артатын еді. 4 есе артса, 4-тің кубын артады. Онда 4-тің кубы 60, 4 есе тездігіміз артады. В тең 64 есе артты. Бірақ температурамыз кемейген екен, соның есабына тездік 8 болып қалған. Негізі тездігіміз концентрацияның есабы 2 көбейтілген 64 болады. Тең 128 болу керек еді. Бірақ 8 болып қалған. Сонда қанша есе кемейген? Десем 1, 16. 16 есе кемейген болады. 16 есе кемейген кімнің есабына? Температура кемеюдің есабына. Бағанағы есапқа ұқсайды екен. 22 градуста реакциямыз тұрыпты. X градусқа дейін кемейтірілген. Сөйтіп тездігіміз 16 есе кемейіп қалған. Сонда гаммадан тауып аламын. 16 есе кемейген. Гаммамыз 2-ге тең. Дельта Т бөлінген 10. Онда 16 тең 2-ның 4-ші дәрежесі тең 2-ның дельта Т бөлінген 10-ға тең. Онда 4 тең дельта Т бөлінген 10. Онда дельта Т тең 40-ға тең деп аламын. Енді қарайық. Температура кемею керек па? Онда 22 градустан 40 градусқа кемею керек. 22-ден 40-тап тастасам тең болады. Минус 18 болады ма? Неше болады? Минус 18 болады. Онда жауап Д жоқ болады екен. Кейінге есап өтейік. Жетіге қарайық. 40 градуста реакция. Так. 40 градустағы реакция. Мен бұлай жазып кеткен. 40 градустағы реакция. 20 градустағы реакция дейкен. Сөйтіп 0 градустағы реакциямыз бар екен. 40 градустағы реакциямыз 20 градустағы реакциядан 4 минут алдын түгейді дейді. Так, онда наман қарады 4 минут қойын. Қойып тұрам. 4 минут алдын түгейді. Яғни 4 минут көплеуді дейді. Байлап алайын да. Қазір. Мынаған қандай да бір уақытына x қойын. Сонда мынау x плюс 4 болады. Себебі бұл 4 минут кешік түгейді. Температура жоғары болғанда. 40 градустағы реакция. Мен наоборот жазым керек. Так, 0, 20, 40. Ал жақсылап оқиын. 40 градустағы реакциямыз 20 градустағы реакциядан 4 минут алдын түгейді. Дұрыс ол. Яғни мынаған x қойсам, но x минус 4 минутта тамам болады. Яғни но тездеу тамам болады. Уақытымыз кемейді ғой себебі. 60 градустағы реакциядан 48 секунд кейін тамам болады дейді. 0 градус сұрап қойған екен бізде. Яқылау жазайын, 60 градус деп. Так, сонда x 60 градустағы реакциямыз 48 секунд. 48 секундымыз қанша минут болады? 48 60-қа бөліп жіберсем 0,8 болады. 40 градустағы реакциямыз 50-да тездеу тамам болады. X минус 4-те 8 деп қойсам болады. Яғни 0,8 қосып жіберемін. Енді дейді, осы реакцияның 0 градусы неше минутта тамам болады дейді. Так, енді мен гамманы табуым керек. X минус 4 X
minus 4 bölüngen x teң x minus 4 de 8 bölüngen x minus 4 dese gammani tauып alsam bolmaymy eкен? Көрейік, x-тің квадраты минус 10 минус 8x плюс 16 тең болады x квадрат минус 4 де 8x болады. Так, x квадратлар қысқарады. Мынау 3 де 2 2 де 2 бола ма? 3 де 2 x болады дұрыс. 3 де 2 x минус 3 де 2 x тең минус 16 болады. X тең 5 болады екен. X тең 5 болса, X тең 5 болса, мен қазір минут таптым, X тең Қазір сонда мынау 5 минутта тамам болады екен. Мынау 1 минутта тамам болады екен. Мынау 0-тен 2 минутта тамам болады екен. Қарайық, температура har 20 градусқа көтеріліп жатқан уақытта тездігіміз 5 есе артып жатыр. Тездігіміз 5 есе артып жатыр. Тездігіміз 5 есе артқаннан кейін уақытымыз 5 есе кемейіп жатыр. 5-тен 5 есе кемейсе, ол 1 минут болып қалады. Онда 20 градустан 0 градус десем, температурамыз кемейді. Неше градусқа? 20 градусқа температурамыз кемейді. Онда тездігіміз кемею керек, уақытымыз не қылады? Артады. Әстеніп жүрсем, көплеу минут уақыт кетеді жолға дегендей. 5 минутты онда 5 есеге көбейтеміз. 5 есеге har 20 градусқа көтерілгенде 5 есе артса, har 20 градусқа кемейгенде, значит 5 есе кемейеді. Онда 5-ті 5-ге көбейтсем, уақытымыз көбейеді деген үшін 5-ті 5-ге көбейтсем 25 минут болады екен. Онда С жауапты аламыз. 8-ге қарайық. A плюс 2b тең S плюс 3d. Системаға göre ағам базатлар 60 градуста ыдысқа жайланды дейді. Hacim 2 мәрте кемейтіріліп, температура 90 градусқа шығарылғанда реакция тездігі 64 мәрте артты. 90 градустағы тездік константасы 60 градустағы тездік константасында қанша неше мәрте үлкен дейді. Ағам базатлар 60 градуста жайланды дейді. Яқшы 60 градус екен. Hacim 2 мәрте кемейтіріліп. Hacim 2 мәрте кемейтірілсе, көлем, Hacim 2 мәрте кемейтірілсе, басым 2 мәрте артады. Hacim кемейтірілсе, басым артады. Басым 2 есе артқан екен, значит, онда 2-нің 1-і көбейтілген 2-нің 2-сіне тездік артады. Онда 2-нің кубы бұл 8 есе тездігіміз артады. В тең 8 есе артты деп қоямын. Енді температура 90 градусқа шығарылғанда дейді, тездігіміз 64 мәрте артқан. 90 градусқа шығарылғанда, яғни 30 градусқа көтерілдік. Дельта тымыз 30 градус. Тездігіміз артады. Осы 8-іміз неше есе болып кеткен екен? 64 болып кеткен екен. Онда 64-ті 8-ге бөлсем, тек температурадан артқан тездік кеп шығады. Бұл 8 есе. Яғни температурамыз арқалы тездігіміз 8 есе артқан екен. Онда гаммадан тауыламыз. 8 есе артқан тездігіміз, гаммамыз жоқ. Көбейтеміз. Дельтаты 30. Дельтатымыз 30-ға тең 30 деп қоямын. Бөлінген 10. Тең десем, 8 есе артқан бұл дельтатының 3-ші дәрежесі. Онда дельта нешеге тең? 2-ге тең деп аламын. Енді 90 градустағы тездік константамыз 60 градустағы тездік константадан неше мәрте үлкен дейді. Тездік константамыз Так, 2-нің кубы қанша десем? 2-нің кубы 8 болады. Сонда 8 есе үлкен екен деп қоямыз. Кейінге сап өтейік. Так, осымен жұмақланады екен бұл видеомыз. Енді реакция тездігі деген темамыз тамам болды. Кейінгі видеолардан бастап тең салмақы константасы деген есептарымыз бар. Содан бастап көріп кетеміз.